Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Мен Адиламен қаладағы жекелік емханада таныстым. Алғаш барғанда сырқатым салмақтылау еді. Асханада қатарласа тізерлесіп тамақтанып отырған ер-әйел аралас науқастардың ешбіріне мән бергенім жоқ. Алдымдағы тамағымды жартылай жеп, төр жаққа бір көз салғанымда маған аяй қарап отырған мөп-мөлдір қоңыр жанар ғана есімде қалыпты. Бір аптаға жуық созылған емнен кейін есімді тез жинадым. Аяғымнан тұрған соң емхананың спорт залынан шықпайтын болдым. Қашанда қолым босай қалса қара терге түсіп жаттығу жасаймын. Бокс қолғабын киіп, ауыр аспа дорбаны соққылаймын. Зілдей темірлерді көтерем. Шағын алаңда айнала жүгірем. Солығымды басқан соң салқын бассейнге бір сүңгіп шығып, жеңіл киініп алып палатаға көтерілем. Алғашқы апта осылай өте шықты. Өзге емханалар сияқты емес. Мұнда тәртіп басқа. Укол дәрі беріліп, ем аяқталған соң түрлі психологиялық, терапиялық сабақтар өтеді. Әр науқастың жағдайына қарай түрлі міндеттер беріледі. Күніне жарты сағат 2 қабаттық емхананың тазалық жұмысына да қатысуымыз керек. Аптасына 2 рет қарағың келмесе де, адамды мезі қылатын психологиялық фильмдер көреді. Аяқталғанша соңына дейін отыруың міндетті. Сондай өзгешеліктеріне қарай мұнда қалталы адамдар көп емделеді екен. Мен болсам, басқамен жұмысым жоқ, дәрігерден өзгелерді кісімсіп, бұйырғанын, қоқиланғанын елеген де емеспін. Кесек, тәкаппар жүрісіне қарап, сыртымнан тісін қайрағанымен ешкімде тура келіп айтқанын орындата алмады. Әсіресе қазағы болсын, басқасы болсын, өзге тілде сөйлегендерді көрсем кірпідей жиырылам. Сөйтіп жүргенде емхана асханасында маған аяй қараған мөп-мөлдір жанардың, аялы жанның есімі Адина екендігін білдім. Шешесі украин. Ерте қайтыс болған әкесінің кім екенін өзі білмейді, немесе айтқысы келмейді. Сол үшін оны барлығы украинка атап кеткен. Онымен алғаш тілдесуім бір жайсыз сәтке тура келді. Емделушілердің ішінде ұлты қазақ болса да, арғы тарихы жұмбақ, күйектей сақалы бар, тақырбас біреу болды. Ірі денелі, бір өзі 3 адамның тамағын жейді. Әсіресе түскі ас кезінде асханада кім көрінгеннің дәмді асына ортақтасып жүретін. Кішілік мінез көрсетіп, сұрап алу, әдеп иба сақтау деген атымен жоқ. Баса көктеп келеді де, асап жеп кете береді. Алғаш кездескеннен-ақ екеуміздің жұлдызымыз мүлде қарсы екендігін байқадым. Ол да сезді. Түскі астан кейін көбісі ұйқыға кетеді. Мен күндегі әдетімше спорт залда қара терге түсіп жаттығу жасап жүріп, абайсызда әлгі сақалдының құйрығын басып алдым. Ауыр аспа дорбаны шыр айнала, оңды-солды соққылап жүргенмін. Ар жағынан өтіп бара жатқан оған шынтағым тиіп кетіп, әжептәуір сөзге келіп қалдық. Сол ашумен жоғары көтеріліп келе жатқанымда қарсы алдымнан Адина кездесіп қалды. Қолында әлденелер жазылған бір парақ қағаз. Сізді іздеп таппай жүредім, деді орысшалап. Маған ештеңенің керегі жоқ, деп қолымды бір сілтеп өте бердім. Палатама келіп, жуынып алып сәл демалдым да, астыңғы қабатқа түссем, қас қатар кітаптар тізілген сөренің қасындағы орындықта Адина отыр екен. Қолында англиялық әйел жазушы Шарлотта Бронтердің Джен Эр романы. Маған ренішті жүзбен жаратпай бір қарады да кітабын оқи берді. Күнделікті тәртіп бойынша емнен кейін психологиялық емдік сабақтар басталды. Одан кейін түрлі мәдени отырыстарға жалғасты. Бұрынғы әдетім бойынша көңілім қаласа барамын, қаламаса өз алдыма жүремін. Көбінесе палатада жатып алып, Мұхтар Мағауиннің
Риард Киплингтің кітаптарын парақтаймын. Емханадағы тәртіпке жауаптылар түрлі амал қолданса да мені дегеніне көндіре алмай-ақ қойды. Кеудемді өр, басымды шалқақ ұстап тәкаппар қалпымда жүре бердім. Бір күні кешқұрым өзімнен өзім жападан жалғыз ауыр ой үстінде отыр едім. Жас жігіт келіп, емхана әкімшілігі шақыртқанын айтты. Тағы не айтар екен деген оймен астыңғаға түссем, оңаша бөлмеде емхананың тәртіптік жауаптысы мен Адина екеуі отыр екен. Адымдай басып, алшаңдаған жүрісімнен ыққан Адина жанары жәутеңдей ысырылып, қасынан орын берді. Отырыңыз, деді әкімшілік басшысы. Бұл Адина деген украин қыз, жасы 19-да. Бізде емделгелі ұзақ болды. Бұл қыздың қазақ тілін үйренгісі келеді. Ыңғайлы адамның реті келмей жүреді. Сізді келіп сәті түскендей. Енді екеуіңізді әр сабақта қатар отырғызамыз. Сіз оған қазақ тілін үйретесіз, өзі де құр жаяу емес, ол сізге орыс тілін үйретеді. Бір-біріңізді толықтырып, көмектесіп жүріңіздер. Мұнда ер адамдар көп, еріккен жігіттер, оған соқтығып жатса, қорған бола жүріңіз. Ол да сіз сияқты кітап құмар, тіл табысып кетеді деп үміттенемін. Адина маған ұнатпай, қырын көзбен қарады. Мойылдай көздерінде маған деген өкпенің ізі анық көрінді. Оның мен жайында ал кеуде, өзіне ұнамаған пенде баласын көзіне де ілмейтін, өзіне ғана сенетін тәкаппар біреу деп қарайтынын анық байқадым. Орындығымыз жақын болғанымен алғашқы сабақтарда бір-бірімізден алыс отырып, суық сөйлесіп жүрдік. Спорт залдан қаратер болып келген сайын оның кітап сөресі маңында жалғыз отырғанын көремін. Өзім гүл өсіруге құмар едім. Бүкіл 2 қабат кітапхана мен терезелер алдына егілген 50 шақты гүлдердің біраздан бері қараусыз қалғанын көріп, шағын темір шелекке су толтырып алып, жағалай суарып жүргенмін. Үстіңгі қабаттағы баспалдақ шетіндегі жұмсақ орындықта кітап оқып отырған Адинаны қасыма келді. Менен мұндай нәзіктік күтпесе керек. О, сіз де гүл өсіруді жақсы көресіз бе? Қандай керемет! Гүлдерді жаны сүйетін ер адамды тұңғыш көрдім, деді жүзі бал-бұл жанып. Иә, гүлдерді жақсы көремін. Сен де әдемі бір шоқ гүлсің, дедім әзілдеген болып. Әзілім онша керемет болмағанымен өзімде сезіп тұрмын. Бірақ оған жаққан сияқты. Сол кезде байқадым. Жылы сөз есте жүзі өзгеше нұрланып, құлпырып кетеді екен. Қаз-қатар тізілген гүлдердің атын сұрай бастады. Галанттық үлгімен будандастырылған жылы жапырақ гүлінің тұсын ұнатпады. Таудың шұбар жыланына ұқсап қалатын осынау тұқым маған да ұнамайтын. Қарғалдақ пен емгүлдің түбін босатып су құйып, оған қатар тұрған атын өзім де білмейтін бойшаң әдемі жапырақты гүлді кішкентай алақанымен сипап ұстап, мына гүл маған сондай ұнады, аты қалай? Мен де нақты атауын білмеймін. Бұл гүлдің атын қазірден бастап Адина болсын, саған арнадым. Күнде баптап, бірге суарып тұрайық, деп едім. Жас балаша қуанып, оң иығынан құшақтай алды да іле-шала ұялып қалды. Сол сәттен бастап екеуміз татуласып кеттік. Тамаққа, сейілге бірге шығып жүрдік. Дегенмен менің ұйыған отбасым, балаларым бар. Ол басы болғанымен менен 20 жас кіші. Бойыма жастайынан сіңген тәрбиеден, адамдық ақ неке тұрғысынан алғанда маған шекараттауға болмайды. Бір қалыппен сырғыған күндер өтіп жатты. Бұрында аздап сөйлейтін, ол менен гөрі ол қазақ тілін тез үйрене бастады. Әрнені сұраудан бір жалықпайтын, бос уақыттың бәрін кітап оқып сурет салумен, қоңыр тыста қалың дәптеріне әлденелерді жазумен өткізеді. Түстен кейін демалыс уақытында астыңғы қабатқа түссем,
шағын кітап сөресінің жанындағы үстел басында отыр екен. Алды қобыраған қалың қағаз. Қасына барып отырдым. Қалың қағаздар арасында Мария Баркованың «Тайна Семинго архив» деген кітабынан үзінділер жазып отыр. Дүниежүзілік екінші соғыс, Гитлердің қуатты армиясы, аласапыран дүние, қан мен өрттің ортасында көктеп шығып, ұлы махаббат жайлы біраз әңгімелер айтып берді. Күнделік дәптеріне қарасам, жазулары тізілген жақұт маржандай көркем екен. Әрбір әрбі мені өзіне тартып барады. Қобыраған шаштарын жинап, маған мейірлене қарап қойды. Мұнда емделушілер көп болғанымен, кітапханаға келетіндер сирек. Сіз де мен сияқты кітапты көп оқиды екенсіз, деді Адина, қалам ұстаған оң қолымен жағын таянып. Кітапты көп оқитындардан жаман адам шықпайды. Осы кейбір адамдар мүлде оқымай, кітап бетін ашпай, қалай өмір сүретіне таң қалам. Маған кітап құмарлық бастауыш мектепте оқып жүргеннен бастап жабысқан. Шешем анда-мұнда жұмсай берген соң, төсек астына тығылып оқитынмын. Ол жер білініп қалған соң үйдің төбесіне шығып алып, жинаулы тұрған киіздердің арасына оранып алып оқитынды таптым. Ол жер жылы, қауіпсіз әрі оған шешем шыға алмайды. Адина сықылықтап күліп жіберді. Кішкентай кезіңізден ақылды болыпсыз ғой, шатырға шешем шыға алмайды дейсіз бе? Балаша мәз болып тағы күлді. Көптен бері оның жадырап күлгенін бірінші рет көрдім. Жаңбырдан соң жайқалған алқаптағы гүлдей, қап қараңғы түнде қыр басынан жарқ етіп шыға келген айдай ғажайып сұлулыққа бөленген. Осынау қайталанбас ғаламат сәттің сәулесіне шомылып отыра бергін келеді. Сіз кітапты, гүлдерді, спортты сондай сүйесіз, бірақ жаныңыз жалғыздыққа үйір екенін байқап жүрмін. Мен де бала күнімнен бері оңашалықты, өз-өзімен жалғыз жүруді ұнатамын. Шіркін, сізбен бір уақытта туып, бірге өскенімде ғой. Өр мінезіңізге қарап, бала күніңізде қандай елестетіп отырмын. Алдындағы дәптердің бірі өзі салған, толған суреттер екен. Қарындашпен табиғатты, даланы, ағаштар мен құстарды, шығып келе жатқан күн мен батып бара жатқан айды дәл бейнелеген. Алып дарияны жағалай өскен орман арасындағы қыстақ шетіндегі оңаша үйлер, жол жиегіндегі ескі құдық бейнеленген суретті Украинаға барғанда салыпты. Ата-бабамыз мекендеген, балық аулап, егін егіп, шөп шауып тіршілік еткен Днепр бойы деп таныстырды. Адинаның салған қарапайым ғана суреттерін Украин даласына аңсауым ауып кетті. Сен жақсылап емделіп сауығып ал. Сосын мені Украинаға, ата-бабаңның ауылына, Днепр бойына ертіп бар. Штандартын фельдмаршал Вальтер модельдің аса жойқын танкілі армиясына күш бермеген намысты да қарапайым халықты көргім келеді. Біздің Қасым Қайсенов деген атақты батырымыз құпия тапсырма алып, немістер басып қалған Украин өлкесіне диверсант болып барғанда ірі әскери тапсырмаларды сәтті орындаған. Сенің қандастарыңмен бірге қаншама рет партизандық ұрыстар жүргізген. Білем. Адина сөзімді бөліп жіберді. Менің мыңдаған қандастарымның аман қалуына сеп болған Қайсеновті қай Украин құрметтемейді дейсіз? Батыр атаның орыс тіліндегі Илко Витряк на Днепре кітаптарын оқығанмын. Ғажап батыр адам. Сауығып шықсам, анам екеуміз сізді ертіп барамыз. Украиндарда қазақтар сияқты бауырмал, жомарт, ер көңілді келеді. Адина екеуміз тәтті әңгіменің қызығында отырып, кешкі тамақ уақыты өтіп кеткенін сезбей де қалыппыз. Қатарласып иықтаса отырып тамақтандық та өз палатамызға кеттік.
Өткенде спорт залда менімен сөзге келіп қалған әлгі ақсақал Адинаға жиі соқтығып жүретін. Әйел затының алдында әдеп сақтау дегенді білмейді, тым дөрекі. Адинаның қасынан өтіп бара жатып, қуатты қолдарымен оның нәзік қабырғаларын мытып қалды, немесе жамбасынан қағып өтіп тым ерсі қылықтар жасайды. Қалжыңның түрі сол. Адина болса мойылдай көздері боталап, білдірмей жылап қалады. Жұрт көзінше оған қарсы келуге ыңғайсызданғанымен тілімді қайрап жүрдім. Ол сақалымен ашық күш сынасудың сәті ақыры түсті. Спортқа жаным құмар екенін баршаға аян еді. Бос уақытым бола қалса, жаттығу залынан шықпайтынымды білетін емхана басшылығы мені жүре аларлық халі бар барша науқастардың таңғы жаттықтырушысы етіп белгіледі. 1 сағатқа жуық жаттығуда бар өнерімді ортаға салдым. Ер адамдар үшін жекпе-жек өнерінің барлық ауыр түрлерін көрсетіп, қаланың ши борбай балаларын қара терге түсіремін. Әйелдер тарапынан жеңіл гимнастиканың қимылдарын жасатып, көбіне еркін қоямын. Сирия құмында ұзақ жүріп әскери дайындықта әбден піскен әлгі сақалды мұндайды маған бірде-бір қарсылас еді. Бір күні ертесі таңғы жаттығуда қарадай пәле іздеп жүретін ол әдейі барып Адинаға тағы соқтықты. Білегінен қатты қысып жіберсе керек. Адинаның ащы даусы бәріміздің назарымызды бөлді. Ашуымды тежей алмай, оны шетке бокс алаңына шақырдым. Оның да іздегені сол еді. Секіріп шығып, арқаннан аттады да бұрышта ілулі тұрған қолғаптың бір жұбын маған қарай лақтырып жіберіп, өзі екіншісін кие бастады. Шу шырқанға құлқы жоқ бір топ науқас жай-жайына тарады да, бір тобы бізді қоршай шуылдасып кетті. Ортада қазылық етер адам болмағандықтан бокстағы жекпе-жек ережесін сақтаймыз деп өзара келісіп айқасты бастап кеттік. Қош жанары, жасқа толған нәп-нәзік Адина бір шетте бізге үдірейе қарап тұр. Қоңырқай шашы екі иығын жауып кеткен, жеңіл кеудешесін желбіреген жамыла салыпты. Алдындағы арыстанда екі еркектің айқасы өзінің ар намысы мен нәзіктігі үшін басталғанын сезіп ақ тұр. Денесінде артық еті жоқ, тұла бойын күш кернеген сақалды А дегеннен ақ соққының астына алды. Мұндай адуынды шалт қимылды күтпеген мен ес ақылым шыға қорғануға көштім. Алаңды үш айнала ұрғыласқан екеуміздің бір-бірімізді аяйтын түріміз жоқ. Дегенмен нақты уақыт шегі жоқ. Жекпе-жегіміз тым ұзаққа созылды. Еркінсіп кеткен қарсыласым алдыма ентелей жетіп келгенде оң қапталдан соғып, жалған бейне көрсетіп, бар назарды соған аударып, оң қолымен сол жақ бауырды қоса құлақ түбінен қатар екі ауыр соққы жасадым. Әлгінде ғана аш қасқырдай аласұрып, ес ақылымды алған қарсыласым тура алдымда бүк түсіп отырды да қалды. Сол отырған жерінен арашаға түскен бірнеше жігіт оны қаумалап алып кетті. Қолғабымды шешіп, арқамнан асып, секіріп түссем, шеткері бір бұрышта ебіл-дебіл шығып Адина жылап отыр екен. Қасында келгендерді сезіп, одан бетер еңіреді. Ештеңе айта алмадым. Шылқа тер болған спорт жейдемнің етегіммен көз жасын сүрте бердім. Үнсіздік билеген сол сәтте әлем Қаратаудан да ауыр еді. Содан қайтып Адина біраз күн бойын көрмедім. Ет қызумен сезбеген екенмін. Бет жүзіме соққыдан біраз таңба түсіпті. 2 күн бойы мен де қорғалақтап, ел көзінен алыс жүруге тырыстым. Тамылжыған көктем күндері біртіндеп өтіп, мамыр айының соңғы күні де жетті. Кезекті емімді алып палатада жатсам, Адина іздеп келді. Сол баяғы мұңды, ойлы қоңыр жанарымен бас аяғыма аялай қарап шықты да қасыма келіп отырды. Амандық сұрастық.
жүріңіз, гүлдеріңізді суарайық, деді. Бірнеше күн қатты ауырып қалдым да, ешқайда шықпадым. Сіз де көрінбей кеттіңіз. Өзім іздеп келдім. Асханада кішкентай темір шелекке су толтырып алып, жағалай тізілген гүлдерді суара бастадық. Мен Адина деп ат қойған жапырақ 3 жапырақты гүл недәуір өсіп, өңі ашылып, жайқала бастапты. Оны көрген Адина қатты қуанды. Екеуміз емхана асханасына бірге тамақтандық та, оны кешкі селге ертіп шықтым. Қала кеші мұнартып, батыс көкжиекке қоюлана шөккен бұлт мазасыздыққа, белгісіз сағынышқа жетелейді. Жаңбыр алдындағы тымық сәтте жер бауырлай ұшқан қарлығаштар қасымыздан жанап өтеді. Көктем кеші біртіндеп қараңғылыққа ұласа бастады. Мен ауырамын, деді Адина. Жазылмайтын ауруға шалдыққанмын. Оны өзім жақсы білем. Бірақ анам еш күдерін үзген емес. Емханаға 1 жылдық емдеу ақысын төлеп қойған. Қазірше бұл жерден шыға алмайым. Ал сіз жақында кетесіз ғой. Сөзін толық аяқтай алмай, булығып жылап жіберді. Қолтығынан демеп, балапан шыршалар арасында қойылған орындыққа отырғыздым. Кешкі салқыннан жаурап, 2 иығы дірілдей бастаған соң, үстімнен тастамайтын жеңіл спорттық шапанымды шешіп, иығына жауып қойдым. Адинаның сол сәттегі бейнесін құндақтаған сәби баладай немесе самырсы түбіндегі жұмсақ мүкте қойып тастаған қозықандай әлсіз де қорғансыз еді. Аспан жүзінде ілінген бұлт қабағы қатулы. Бүгін мамырдың соңғы күн екен, дедім мен. Бұл күн біз үшін қымбат күн. 1 сағат болса да сырласып, бірге жүрміз. Мен үйіме, отбасыма қайтуға асығам. Қайтамын да, ал сен осында жалғыз қалатыныңды ойласам. Сіздің маған арнаған Адина гүліңіз бар ғой, деп жымиды ол. Соны күнде баптап суарам, тура сізбен сөйлескендей сөйлесем. Жаныма медет тұтам. 19 жыл кешкен ғұмырым үшін де ризамын. Сіз білесіз бе, мен көп кешікпей өлем. Ол шындық. Мендей 1 жас қыздың осынау өмірде болғанын ұмытып та кетпеңіз. Ертең жаздың алғашқы күні. Ой, жазған-ай, жаз да жетіп қалыпты-ау. Сарыарқа бұлты одан бетер ауырлап тұтас төңіректі қараңғылық тұмшалады. Жақын маңнан найзағай жарқылдады. Кешікпей нөсер жауатын түрі бар. Адам жүрегі шексіз кеңістік сияқты. Оған бәрі сияды. Жамандық та, жақсылық та, махаббат та, кек те. Сені ешқашан ұмытпаймын, Адина. Емханаға іздеп келіп тұрам. Сіз алдағы уақытта кітап жазатын сияқты боласта тұрасыз. Сөз жоқ, сіз мықты жазушысыз. Ауырмасам, денім сау болса, мен де сіз туралы махаббат хикаясын жазар едім. Сізбен жақын өткен айға жетпейтін уақытты 1 кітапқа жүк етер едім. Сіздің өзіңіз балалық шағыңызды жазар едім. Адина ауыр бір күрсініп алды. Бала күнімде нағашы атасына еріп, Тула жазығында барғанда, Дон өзені бойын жағалап, Липец, Воронеж, Волгоград және Ростов аймақтарын аралаған майын тамза баяндады. Хутор маңындағы шабындықта шалғын тартқан кедей мұжықтардың бейнесі салынған суреттерді бар екенін кейін үйіне шақырып көрсететінін айтты. Тәтті әңгіме қызығы уақыттың қалай өтіп жатқанын сездірер емес. Кенет тура арқа тұсымыздан аспан қылшын жарқ еткізді де жер жарылғандай күн күркіреді. Баж етіп шошынған Адина құшағыма келіп бір-ақ тығылды. Иманымды үйіріп, оны бауырыма қыса бердім. Кіп-кішкентай мұндай Адина бүрісіп құшағыма тығыла түсті. Өмір дегеніміз де осы ғой. Оған уақытша қорған болып, мейірім төккеніммен ғұмыр бойы панама алып, аялап өте алмайтыным өзіме аян еді.
қазір-ақ нөсер жауып төгеді де кетеді қайтып. Ертең жаздың алғашқы күні, деп Адинаның сөзін қайталадым. Биылғы көктемді бүгін аяқтадық. Анығы менің көктемім аяқталды. Бурыл тартқан шашымды, 40-тан асқан жасымды меңзегенім еді бұл. Жаста болса, оқығаны мен түйгені көп ақылды қыз бәрін түсініп қойды. Сезім жолы ары қарай жабық екенін, бірер күннен соң қош айтысатынымызды жүрек қылын тербеген, құрмет пен ыстық махаббат сыйлаған жігіт ағасының ендігі өмір жолына жарық түсіріп тұрар тым алыс та тым жақын сапар шығарған екен ұқты. Күн күркіреп, жиілеп, аспан жүзінен кесек тамшылар төгіле бастады. Тар жол бойындағы аласа шатырларды да, бізді де бармақтай болып төгілген аспан жасы шомылдыра бастады. Емхана қақпасының шырағы жауын астында жарқырап тұр. Су өткен балғын қыздың жүзі қуқыл тартып, тістері сақ-сақ етеді. Адина жылап келеді. Бәлкім, аспан бірге жылап келеді. Емхана ауласына кірген соң екіге айырылдық. Жаңбыр жауған Адинаның сұлбасы ұзап кеткенше қарап тұрдым. Көз алдым, буылдыр тартып айналамды. Бағдарлаудың өзі қиынға соқты. Жұрт тегіс ұйқыда, сенделіп палатама кіріп есімді жидым. Айнаға қарасам, манадан бері жылап тұрған аспан емес мен екенмін. Келісімді уақыты толмаса да емхана басшылығымен, дәрігермен сөйлесіп, ертесақ үйге шығып кеттім. Кетерімде гүлдерімді суарып, Адина гүлінің топырағын босатып аялай сипаладым. Гүл алақанымды бұрынғыдан да үлкейтіп, дірі де ұзара түскендей. Неге екенін өзімде білмеймін. Адинаға қоштаспадым. Енді кешкісем, оның мұңды қоңыр жанарын тұтқынға түсіп, осында мәңгілікке қалардай сезіндім. Мен емхана ауласынан шыққан күні Адина айтқандай жаз айының басталған күні еді. Кешегі нөсерлі жаңбырдан қуат алып, құлпырған айналада бүршік атқан қайыңдар да кеше түнде ғана ғалам нұрына, көктемнің соңғы жаңбырына бізбен бірге жуынған шыршалар да көзіме басқаша көрінді. Әлем нұрланып кеткендей, не мүлде сүреңсіз түске оранып, құлазыған дүниеде өзім ғана қалғандай қайғылы күй кештім. Бұл оқиға сол беті жүрек түкпірінде ғана сақталып, қағаз бетіне түспей, жазылмай қалар ма еді? Мына бір тосын хабар болмағанда. Аптасына бір қайталайтын дағдым бойынша Есіл өзенінің бойында жападан жалғыз балық аулап отыр едім. Су жиегінде сөмкемде жатқан телефоным қайта-қайта шырылдай берді. Трубканы алсам, арғы жағынан әйелдің әлсіз даусы шықты. Қысқа сәлемнен соң аты жөнімді нақтылап сұрады. Я, сол жігіт менмін дедім. Бейтаныс әйел жылап жіберді. Өксігін басып, сәл кідірді де, өзінің Адинаның анасы екен, оның бір апта бұрын емханада қайтыс болғанын жеткізді. Төбемнен аспан құлап кеткендей ауыр салмақтан қос тізем бүгіліп кетті. Адинаның өлер алдында маған хат жазып қалдырғанын, бір жерден кездесіп, сол аманатын бермек екенін, мен қаласам зиратына да ертіп бармақ ойы барын айтты. Қазір-ақ жететінімді айтып, мекен жайын сұрап алдым да, көлігіме отырып, айтқан адреске тіке тарттым. Қала іргесіндегі шағын ауылда тұрады екен. Жасы егделей бастаған, шамасы 50-ден асқан арық әйел қақпа алдында қарсы алды. Ер мен алабота басқан аулада ұзақ тастар төселген жіңішке жолмен үйіне, Адинаның жатын бөлмесіне бастады. О, құдірет, емханада екеуміз баптап, суарып жүрген Адина гүлі терезе алдындағы үстел үстінде, аяулы Адинаның суретінің жанында жайқалып өсіп тұр. Діңі бұрынғыдан да ұзарып, жайқала өсіп кетсе де, жазбай таныдым.
тіпті түбіне дейінгі өзгермеген. Ернеуіне кішкентай қайшымен ойып, өз қолымен жазып кеткен Адина деген жазуға дейін орнында. Қанша тырыссам да көз жасыма ие бола алмадым. Иегім кеңсеңдеп, әпке, Адинаның басына барайықшы дедім. Көлік тізгінін зорға меңгеріп келемін. Ауыл шетіндегі қыратқа орын тепкен көне қорымға әп-сәтте жетіп келдік. Шеткері қойылған жас қабірдің арасында Адинаның қоян жонындай томпайып жатқан кішкентай ғана қабірінің басына тоқтадық. Жас қабір әлі қоршалмаған, белгтас та қойылмаған, тек баланың бойындағы ғана ағаш тақтайға қара сиямен жазған Адина деген жазу оттай басылды. Діні өзге болса да жүгініп дұға бағыштадым. Анасы ар жағымда үнсіз қол жайып отырды. Ұзақ дұғам аяқталып, солығымды басқан соң анасын сөзге тарттым. Менің телефон нөмірімді емхана әкімшілігінен алыпты. Өлер алдындағы өсиеті бойынша екеуміз баптаған Адина гүлді өзінің шағын бөлмесіне қоюды тапсырыпты. Өз қолымен жасаған конвертке маған жазған шағын қатын салып, сыртын мұқият желімдепті. Анасы берген хатты ашып едім. Бір парақ қағазбен қоса өзі салған суреттер шықты. Құрметтім, сізге қазір не жазарым белгісіз. Бұл хаттың соңына жеткенімше бірнеше күн уақыт кетер. Сіз емханадан кеткенде терезеден қарап тұрдым. Қақпа алдында айналсоқтап ұзақ жүрдіңіз. Кімді, нені қимай, өкініш пен үміт арасында сенделгеніңізді, ақырында махаббат пен сезім ортасынан ақылды көпір етіп жол тапқаныңызды да көрдім. Сіз кеткен соң халім күрт нашарлап кетті. Дәрігеріме айтып, сіздің маған арнаған Адина гүліңізді палатама алдырып алдым. Сіздің жаз бен бірге менің көктемім де басталып еді. Әттең, оған ілесер қаңтар келді. Мына дүниеде анам және сіз қалып барасыз. Бір күндері анам сізді табады. Мен кеткен соң оның күйі қалай боларын ойласам, мүлде өлгім келмейді. Сенесіз бе? Ешқашан өлгім келмейді. Бірақ түгелдей өзгеріске ұшыраған қанымдағы рак дерті мені алысқа апармайды. Оған көзім анық жетеді. Менің қысқа ғана ғұмырымда жолыққан ең мәрт, ең адал азаматсыз. Анама үнемі қарайласып тұрарсыз. Оны да қарттық жеңе бастады. Әр мезгіл сайын барып, көңілін жұбатып тұрыңыз. Адина гүлді баптап қарау міндетіне енді анам алды. Сіз дінге, Құдайға қатты сенетін адамсыз. Құдайдан сізді ол дүниеге тағы да кездестіре көр деп өтінем. Айтпақшы, сіз сондай жақсы көретін, үстіңізден тастамай киетін жеңіл спорттық шапаныңызды көктемнің соңғы күндегі кешкі сейілде жаңбырда маған жапқан едіңіз. Сол күні палатада әдейі киіп кеткем. Мен өлген соң табытымда бірге көмуді басыма жастап қоюларын өсиет еттім. Оған ренжімессіз. Тым құрса жер астында сіздің тер мен мейірім иісі сіңген киіміңізді жастап жатайын. Өйткені түбі бір тағы кездесеміз ғой. Әйтпесе оған дейін мені ол жақта кім қорғайды? Көп жазып кеттім, бірақ сізбен қоштаспаймын. Сіз жақта әлі жас шығар. Бұл жақ тастай қараңғы. Құрметпен сіздің Адинаңыз. Қатты оқып біттім. Бұл жолы көзімнен тамшы жас шықпай қойды. Күнде кешкіріп қалған екен. Адинаның анасын сүйіп, көлікке отырғыздым. Астана күзі қашанда жаңбырлы, биыл тіпті басқаша. Батыс жиекті тағы да қалың бұрт торлай бастады. Түнделеде нөсер жауатын сөзсіз. Зиратқа жақын маңдағы көлшіктен су құстарының шуылы естілді. Артымыздан мамырдың соңғы күні жаңбырда бауырыма тығылған кіп-кішкентай момақан Адинаның кіп-кішкентай қабірі қалып барады. Оның астындағы ағаш табытта
менің жақсы көретін киімімді жастанып мәңгілік ұйқыға батқан Адина жатыр. Неге екенін қалаға шулы пенделер арасына барғым келмей қойды. Баруым керек, өйткені мен жүрек қалауыма бірінші болып өзі қарсы шығатын адам баласымын. Жаны сүйген дүниесін өз қолымен талқандайтын, көңілі елжіреген ғажайыпқа көпе көрнеу күл шашатын пенде атты жаратылыспын. Жан тәнімен ұнатып, арман мұратының алып мұхитына жалғыздықтан арал соғатын ақымақпын. Ойымды терістік жиектеп, жарқ еткен аспан қанжарының жарқылы бөлді. Көлік терезесінен бірен сараңдап тиген жаңбыр тамшылары үдей түсті. Жыл құстарының түстікке қайтар шағы жақын, далада үліп етіп соққан желден жаңбыр аралас топырақтың жусанның иісі аңқиды. Қарттыққа иек арта бастаған, жүзі ауыр мұң мен қайғы торлаған Адинаның анасына қарап, жаз өтіп күз келді. Топтаса ұшқан тырналар Адинаның зиратының үстінен ұшып өтер. Жүздеген, тіпті мыңдаған жылдар өтер. Оның кішкентай қабірі де біртіндеп жерге айналар. Бұл пәниден біз де кетерміз, тек артымызда қалары мұңға суалған махаббат қана, деп ойладым. Эх, Адина, сен әкелген жаз да өтіп барады екен ау. Әңгіменің авторы Ұларбек Дәлиұлы.